Сен неге әлі өзгермедің? Себебі сен әлі де ойлап жүрсің. Ал басқалар жасап жатыр. Сен әлі дұрыс уақытты күтіп жүрсің. Ал шындықта ондай уақыт ешқашан болмайды. Адамдардың көпшілігі өмір бойы жоспар құрады. Бірақ өте аз адам ғана әрекетке көшеді. Сондықтан нәтиже де әртүрлі. Бір шындық бар. Мотивация келгенде емес. Әрекет бастағанда пайда болады. Сен қазір шаршадым дейсің. Бірақ сенің арманың одан да көп шаршаған. Себебі ол орындалмай күтіп тұр. Сен қорқасың. Қателесем бе, ұят бола ма, болмай қалса ше деп. Бірақ сен білмейтін нәрсе бар. Сол қорқыныштың ар жағында сенің жаңа өмірің тұр. Егер сен бүгін бастамасаң, ертең де дәл сол күн қайталанады. Апта өтеді, ай өтеді, жыл өтеді. Ал сен сол жерде қаласың. Көп адам уақытым жоқ дейді. Бірақ шындық оларда уақыт бар. Тек басымдық жоқ. Өйткені адам уақытын емес, өзін таңдаған нәрсесін өсіреді. Дисциплина мотивациядан күшті. Себебі мотивация кетеді. Ал дисциплина сені алып жүреді. Бір күні сен артқа қарап түсінесің. Ең үлкен қате бастамау болған. Бірақ сол күнге дейін күтпе. Сен өзгергің келсе, бүгіннен баста. Кішкентай болса да, бірақ баста. Себебі өмір ертең емес. Бүгіннен басталады.